Ауыл тұрғындарының тұрмыстық жағдайын жақсарту пилоттық жобасы Әулиеатада оң нәтиже беріп келеді. Бағдарлама мал ұстап есік алдындағы бау-бақшадан пайда табамын деген ауылдықтарға айтарлықтай табыс көзі болып тұр. Өйткені мемлекеттен арнайы көмек аласыз, тірлігіңізді тіктеуге мүмкіндік болады. Тек соны пайдалана білсеңіз болғаны. Тұрар Рысқұлов аудандағы Құмарық ауылдық округі алғаш болып пилоттық жобаға кірген еді. Қомақты қаражат келді, жылдар өтті. Нәтиже қандай? Бұл сұрақтардың жауабын тілші сюжетінен көріңіз. Енді рет-ретімен айтсақ, пилоттық жоба басталғанда Тұрар Рысқұлов ауданындағы Құмарық ауылы алғаш болып таңдалып алынды. Мал шаруашылығымен аты шыққан елді мекен тұрғындары жоба аясында қаржы алып өз тірліктерін жандандырды. Мал басын көбейтті, ауласын тиімді пайдаланды. Ауыл халқы қаржыны ұтымды пайдаланып, 7156 бас мал алып, оның төлін арттыруға бет бұрды. Онымен қоса үй іргесіндегі 54 гектар алқап жыртылып, сарымсақ, картоп дақылдары егілген. Бізге 797 миллиондай қаржы осы ауылға округқа кірген болатын, және 5 бағыт түгел қамтылған болатынбыз. Және қазіргі таңда ол қаржылар халықтың игілігіне жұмыс істеп, қазіргі жағдайда халықтың тұрмыстық әл-ауқаты көтеріліп, қазір мал басы көбейіп, халықта тіршілік көзі пайда болып, сондай үлкен бір септігін тигізген жағдайы бар. Қазір мысалға келтіретін болсақ, ауылда мал басы сол 3 жылдың ішінде қазір 20 мыңнан асты. Пилоттық жоба аясында Құмарықтау кооперативі құрылды. 17 ауыл шаруашылығы техникаларын несиеге алды. Бұл техникалар кооператив қарауындағы жеке кәсіпкерлердің жем шөбін дайындауға көмектесті. Бірақ былтырғы қуаңшылық пен судың аздығына байланысты кооператив жұмысы тұралаған. Еккен егін мен шөптен өнім аз болған. Бірақ биыл соның орнын толтырдық дейді олар. Біздің енді мынау кооператив құрылғанына 2019-дан бастап, сол жылдан бастап 3-4 жылға кетіп бара жатыр. Сол енді біздің кооператив мүшелері 250 адам, 7 комиссия мүшесі бар. Осы біздің Құмарық ауылында. Осы Құмарық ауылында кооперативті басшысы боламын мен өзім. Шындығына келгенде пилоттық жоба ісқылам деген бұқараға берілген керемет мүмкіндік болғаны даусыз. Тұрғындар есік алдындағы жерді өздері керегіндей кәдеге жаратып, қорасында 4 түлікке толтыра алды. Сондай-ақ ауыл сыртындағы жерлер айналымға қосылып, өз кәсібін ашам деушілерге де қолдау білдірілді. Үй іргесіндегі жерлерге сарымсақ, картоп, пияз, көкөніс дақылдар отырғызылды. Аула сыртындағы 1000 гектар жерге арпа, бидай, мал азығына азық дайындалды. Ол жұмыс биыл Абай ауылдық округінде жалғасын тауып отыр. Нәтижелі жұмыстар болса, ауыл тұрғындарының әлеуетін арттырып, шағын кәсіпкерлікті дамыту жолға қойылмақ. Бұл ауылдың әр тұрғынының өмір сүру сапасын жақсарту кепілі. Шерхан Мұратбекұлы, Тілеуқабыл Саржан, Айқын ақпарат, Тұрар Рысқұлов ауданы.